Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін тұшпара дайындаймыз. Ұнымызға 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық май құйып, жақсылап қамыр илейміз. Өте қатты, өте жұмсақ болмау керек, орташа көлемде жұмсақ болып шығады. Қамырыңызды пищевой пленкамен болмаса кәдімгі салафанға салып, жарты сағатқа, яғни 30 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала туралған ет пен біздің пиязымызды ет тартқыштан өткізіп дайындадық. Мен бір ғана пияз пайдаландым. Егер сіз 3-4 пияз пайдаланатын болсаңыз, міндетті түрде оны бөлек өткізіп, және марлының көмегімен суын бөлек алып тастайсыз. Олай жасамасаңыз, сіздің тұшпараңыз ашылып кетуі мүмкін, яғни дұрыс жабыспауы мүмкін, сулы болып. Сол себепті осылай жасайсыз. Тұз бен қара бұрышты салып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап қоямыз. Қамырымыз міне 30 минут тұрды, екіге бөліп, енді біреуін жаятын боламыз. Қамырды жарты сағаттан көп ұстамаймыз. Себебі ол кішкене жұмсарып, жабысқақ болуы мүмкін. Осылай барлығын жақсылап жайып аламыз. Қамыр өте жұқа болмаса өте қалың болмау керек. Орташа қолға ұстаған кезде белгілі болу керек өзіңізге. Осылай жақсылап дайындап алдық. Кез келген домалақ пішінмен өзіңіз кесіп аласыз. Болмаса қарапайым мен сияқты осылай баклажканың басын кесіп тастап, домалақ пішін жасап алсаңыз да болады. Пышақтың көмегімен жасасаңыз да болады. Осылай барлығын дайындап аламыз. Артық қалған қиындылардың басын қосып, қайта қамыр қыламыз. Енді салмамызды саламыз. Дайындаған қамырдың барлығын біз міндетті түрде қолорамалдың үстіне орналастырамыз. Енді салмамызды салып, осылай бүріп, тұшпараны түйетін боламыз. Менің келесі видеомда жоғарыда көрсетілген сілтеме арқылы көріп өтсеңіз болады. Тұшпараның түйу әдістерін бөлек салған болатынмын. Екінші қамырымызды жайып, оны жаңағыдай бірінің үстіне бірін қамырды кезектестіре үстіне орналастырып, осылай жіңішке етіп кесіп, төртбұрышты қылып та жасасаңыз да болады. Барлығын осылай өз қалауыңыз бойынша тұшпарамызды түйіп дайындап аламыз. Тұшпараны енді пісіретін боламыз. Мінекей қайнап жатқан суға тұз саламыз, және лабыр жапырағын, майдалап тураған картоптарды салып, жақсылап бір араластырамыз. Картоп салмасаңыз да болады. Және осындай ас қасықпен міндетті түрде сармай саласыздар. Ол сіздің сорпаңызға ерекше дәм береді. Кішкене ғана мен қара бұрыш септім. Осылай қайнатып картопты бір пісіріп аламыз. Мен тұшпаралардың барлығын қатырып қойған болатынмын. Мінекей жабыспаған, өте әдемі болып шыққан. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Енді қайнап жатқан біздің суымызға, сорпамызға тұшпарамызды саламыз. Осылай салған кезде бір араластырып тұрасыз. Себебі ол бірден қазаныңыздың астына жабысып қалуы мүмкін. Мінекей салып болдық. Енді тұшпараның пісу уақытын осылай бұрқылдап бір қатты қайнап, бетіне шыққан уақыттан бастап санайсыз. Мінекей осы уақыттан бастап 10 минут пісіреміз. Әппақ болып, қамырыңыз бетіне шығып, көтеріліп, пісіп көрініп тұрады. Барлығын осылай пісіріп дайындап аласыз. Сорпаңызға басқа дәмдеуіштер қоспасаңыз болады, себебі сіздің тұшпараңыздың дәмін өзгертіп жіберуі мүмкін. Осылай сорпасыз ұсынсаңыз да болады.
міндетті түрде жасап көріңіз, өте әдемі болып шығады. Ас болсын.